Қазақстанда өтіп жатқан дежурный тағы бір форум. 32 жыл болды әлі форум өткізіп келеміз, әлі болашақта сөйтеміз, бүйтеміз деген әңгіме айтып келе жатырмыз. Мен осындай бір ұрандаған, қырандаған жиындарға қатысқан сайын өте бір қазақтың, қазақ тілінің жаназасына жиналып отырған бір күй кешеді. Және тыңдап отырмыз, Құдай-ау, дәресет беріп жатыр. Керемет жұмыстар істелініп жатыр. Бірақ қазақ тілі неге жер кесек болып жерде жатыр әлі күнге дейін. 32 жыл. Неге? Ғылым және білім министрлігі келіп отырған азаматшылар. Және де лауазымды адамдар. Болашақта дейді. Біз қашан енді болашақты тосып жүреміз. Мен тіл туралы зарлағайы, қанға салайын, шашымын жол, бетім тырнағайы 40 жыл болды. Содан бір нәтиже шыққан жоқ.